Түркістан, ер-түріктің бесігі, ежелгі шаһар түлеп, түрленіп жатыр. Адамдар ағыл-тегіл ағылуда. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келіп, зиярат еткен қауымның қарасы қалың. Бірақ осы амалды ширк санайтын шатақ топ әулие әмбиелер жатқан орынды жармақ болады. Бұяға зиярат еткен азаматтар, яғни зиярат ету амалдары террористік ұйымдар тарапынан ширк, яғни дұрыс емес деп есептеледі. Сол салдарынан кесенені жермен жексен қылып, келуші халықтардың арасында үрей тудырту амалдарын жасау жоспарлары болған. Сәләфилік бағытта жүрген кейбір азаматтарымыз біздің даламыздағы мына әулие әнбиелердің кесенелерін, олардың зияраттарын, сондай дүниелерді өкінішке орай баруға, о жерлерде дұға жасауға, Құран оқуға, тіпті мынау әулие әнбиенің былай қойғанның өзі туған анасы, әкесі қайтыс болған азаматтардың өзі қабір басына зияратқа барып, Құран бағыштап қайтудың өзін ол кісілер ширк амалдарына өкінішке орай қосып жатады. Шын мәнісінде бұл үлкен адасушылық, қате ұғым болып табылады. Соқыр сенім жетегінде кеткен бұл жігіт Хусан Пардаев Тәжікстанда туған, жоғарғы білімі жоқ, діни илімді интернеттен үйренген Абдуллох Зафар, Содик Самарканди сынды псевдоуағызшыларды тыңдаған. 2 жылдан бері Абдуллох Зафар, Содик Самарканды соларды тыңдап жүрген болғанмын. Аллаға ширк келтіріп жатыпты. Бұл ибадат сымай, Аллаға ибадат сымай, Қожа Ахмет Яссауиге ширк келтіріп жатыпты деген әңгімелерді гапырып, бірақ біз бүтетіп Қожа Ахмет Яссауиге şu адамдар төгіп жатқаны Аллаға ширк қылып жатыпты деп ойлап, соны тоқтатмақшы боламыз. Содикжон Мухамадиев, лақап аты Содик Самарканди, Өзбекстан Республикасының азаматы, халықаралық іздеуде. Зофир Гафоров, лақап аты Абдуллох Зуфар, діни экстремистердің идеологы, Интерпол желісі бойынша іздеу жарияланған. Сириядағы соғысқа Орталық Азиядан адамдар тартқан. Халықаралық террористік топтардың уағызын тыңдап, түзу жолдан тайған Хусан жыл басында Қазақстанға келген. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жолы түсіпті. Радикалды бағытты ұстана бастаған ол, зиярат еткен қауымды көріп, әккі ойын жүзеге асырмақ болады. Жолға тану барысында олар сырт келбеттеріне қатысты белгілерін толыққан жоюмен айналысады, яғни сақалын қырып, балағын ұзартып, өзімен қатысты үлкен көлемді сұңғыларды алып жүрмейді. Яғни ол шекарадан тез және ешқандай қауіпсіз өтуге мүмкіндік береді. Тақия деген ұғым бар. Тақия деген нәрсе көзқарасын жасыру. Өзінің діни көзқарасын жасыру арқылы адамдардың ішкі сеніміне диалог орнату болып табылады. Мысалы, біздің санамызда фильтр тұратын еді, бұрын сақалды ретсіз адам көрсек, бала қысқа адамды көрсек, бәріміз айтатынбыз отбасымызға, ағайын туыс бауырымызға, лажы болса сұхбаттаспаңыздар, сөйлеспеңіздер, оның діни әңгімесін тыңдамаңыздар деп. Ал қазір олардың сақалынан, балағынан ажырата алмай қалғаннан кейін адамдар оларды бір діндар, жақсы, сол ханафи, дәстүрлі матруди ақидасында жүрген азамат екен деп ойлап, өкінішке орай сол азаматтардың айтқан идеологиясын сүзгісіз қабылдап жатыр. Сырт көзге сыр алдырмаған содыр әуелі кесене жандағы бейнебақылау камераларын санап шығады. Төңіректе жүрген адамдарды ұялы телефонға түсіреді. Жарылғыш затты жасыратын ыңғайлы орын іздейді. Барлық Қожа Ахмет Яссауиге 2 адам ибадат қылып, тәуіп қылып жатқан екен да. Соны біз көріп, шырып жатыр деп ойладық. Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауиге келіп, алғашында оны зерделеп, қандай қауіпсіздік жүйелері орналған, қандай бейне камералар бар, оған қаншалықты азаматтар келеді, сол барысын толыққанды өзінің ұялы телефонына түсіріп, сол жерге келуші зиярат етушілерге қатысты өзінің ішкі негативті пікірін білдіріп, яғни зияратқа келген азаматтардың қатарында кесенені қолмен ұстап, оларға дұға етіп атқан азаматтарды ширк азаматтар көріп отқандай деп өзінің жаңағы бейне түсірілім жасаған. Сәләфилік идеологияның қоғамға қауіпті тұстарының бірі тарихи мұраларды, мысалы Қожа Ахмет Яссауи бар, Арыстан бабамыз бар. Осындай қазақ даласынан шыққан ұлы ғалымдардың құрметіне салынған кесенелерді барып зиярат етіп, ол кісілерге барып Құран бағыштап,
рухына Құран хатын бағыштаудың барлығын бидғат, яғни дінде жоқ амал іс-әрекет дейді. Екінші айыптаулары ширк дейді. Осындай ұрандар мен бидғат, ширк деген ұрандары арқылы бізге бабамыздан мұра ретінде қалдырылған кесенелері бар еңбектерін көзін жою арқылы қолдан жасалған жарылғыш құралдармен немесе өздері кеп арнайы жабдықталған құралдармен ол кесенелерді жарып жіберу немесе өртеп жіберу секілді жер бетінен жою амалдарына осы сәләфилік идеологияның ұстанушылар басым тұрады. Жетекке ерген жендет осыған дейін Мәскеуде күнелткен, 6 жыл жалданып жұмыс істепті. Жоғары білімі жоқ, діни уағызды тек интернеттен тыңдаған. Елімізде 9 медресе, бір үлкен университеттің бар екендігін бүкіл ел біледі. Аллаға шүкір, біздің қаншама 3000-нан астам мешіттеріміз бар. Осы жерлерде рухани азықты алуға, дінні үйренуге сұрақ жауап болатын болса, осы жерден ғана сұрауға біз шақырамыз. Өйткені осы жерлерден сұранбағандықтан да қазіргі таңда мынау жатағымның етегінде кетіп бара жатқан жастарымыз пайда болып қалып жатыр. Интернет шексіз әлем. Радикалдар үшін надан топты торға түсіретін таптырмас құрал. Сол арқылы санасын улайды. Сол арқылы жихад жасауға үндейді. Жихад деген ұғым арабтың жахада деген етістігінен келіп шығады, күресу деген мағына білдіреді. Жихадтың Құранда енді 35, кейбір азаматтар 41 жерде кездеседі деген мағыналарды айтып жатады, бірақ соның бір 4-5 жерінде ғана тікелей харп дейді ғой, жаңағы соғысу мағынасында, өлтіру мағынасында келетін жихад айтылады. Қалған 30-35 жерде тек қана адамның нәпсісімен, ішкі жан дүниесімен, өзінің бойындағы кемшіліктермен күресу мағынасында келетін жихад ұғымын көпшілік тәфсір ғұламалар алға тартып жатады. Өкінішке орай біздің кейбір азаматтарымыз жихад жасаймыз деп, біздің еліміздегі мына көптеген салынып жатқан мешіттерге қаралмайды, намаз оқуға, ораза ұстауға, дінімізді емін-еркін ұстауға жағдайын жасалып қойғанымен санаспайдығаны өкінішке орай қоғамдық орындарды жаруға, кешегі осыдан 5-6 жыл мынау Ақтөбе оқиғасын білеміз. Әскери бөлімдерге шабуыл жасауға, арнайы құзырлы органдардың ғимараттарына шабуыл жасауға, одан қала берді. Міне карантин кезінде Түркістан қаласындағы түркі әлемінің рухани бойтұмарына айналған Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ғимаратын, кесенесін, сан ғасырлық тарихы бар кесенені жаруға да әрекет жасаған азаматтар бар. Міне бұның барлығы да жихад деген ұғымды дұрыс түсіне алмаудың салдарынан пайда болған мәселелер болып табылады. Оларды қорқытып тұрып тоқтатыш керек деп ойладым өзімше. Қалай тоқтату керек деп айтады? Жихад деп айта берді. Онан кейін Алла үшін жан беріш деп айта берді. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз деген кім болған? Бұл кәдімгі пайғамбарымыз, ақырзаман пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның сүрген өмірін қайталаушы тұлға болған. Біздің осы түркіден шыққан. Түркінің былайша айтқанда түркіден шығып, арабтың шейхтары, ғұламаларын мойындатқан біздің осы Қожа Ахмет Яссауи бабамыз. Кесенені жарып тастап, жаратқанның мейіріміне бөленемін деген жігіт базар жағалайды. Жарылғыш зат жасауға қажетті бөлшектерді іздейді. Көп ұзамай құрастыруға кіріседі. Ол затларды жерде бір базар бар екен, базардан барып алып келдік. Қай базардан алдыңыздар? Соны айтып берсеңіз, қай уақытта бардыңыздар? Мен атын анық білмеймін. Түркістан, Қазақстанға бірінші мәрте келіп тұршы. Осы бір жоғарыға бардық, сөйлді базарға деген строительный магазин бар екен. Ал сөйлдің сол жүтетіш нәрселерді аламыз деп, бірақ қарап таппадық та, соны тоқтатамыз депші. Не іздедіңіздер, қандай заттар? Селитра бар еді, йод бар еді. Әртүрлі компоненттер, оларды чегелер болсын, әртүрлі болттар, гайкалар, түрлі даже ұбаның кесімдері бар. Сол мықты металдарды қолданады. Негіздегенде жарылғыш зат жарылған кезде, ана шеге болсын, болттар болсын, поражающий элемент ол әр жаққа ұшады. Соның күшімен сол адамға тигенде адамның өміріне өте қауіпті. 2-3 килограммдық көлемінде жарғыш зат болса, оның сыртындағы осколок дейміз ғой, сол поражающий элементтері 500-700 метрге дейін қашықтықта ұшып адамға тиюі мүмкін. Ол көбіне 400-ге жуық шеге өнімдерін қосқан, себебі жарылыс 4 жарылыс қойғанмен адамдардың да жаңағы жаппай қырылуына жол іздеген. Яғни жаппай қырылуына
жарылғыш құрылғы жарылған кезде 400 шеге 400 жаққа ұшқан кезде кемінде 200, оны есеге бойынша 200 адам мерт болу керек еді. Дәл осы экстремистік идеологияны бойына сіңіргендер 2017 жылы Санкт-Петербург метросында жарылыс жасаған. Ол кезде 16 адам қаза тапты. 100-ге жуық жолаушы жарақат алды. Толыққанды өзіміздің заңға сай құжаттау шараларын жүргізіп, ол кісінің кесіп атқан барысын, шегелер кесіп дайындау барысын, жарылыс құрылысын толыққанды дайындау барысын түсірілім жасап, тиісті серіктестердің барлығын құжаттап, соңғы дайындық күні, кесенеге жарылыс жасау күні барысында түнгі сағат 1-лер шамасында құрықтау жүргіздік. Сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында тағайындалған сот сараптамалары және куәлердің жауаптарының қорытындыларына сәйкес күдіктінің қылмыстық іс-әрекеті толығымен дәлелденіп, яғни терроризм актісін жасауға дайындалуы және де терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру деректері өз дәлелін тауып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 24 бабы 3 бөлігі, 255 бабы 4 бөлігі және 256 бабының 1 бөлігімен күдіктінің іс-әрекеті түпкілікті сараланып, қылмыстық іс айыптау актісімен сотқа жолданды. Сот үкім кесті. 11 жылға бас бостандығынан айырды. Соқыр сенім жетегінде кеткен жігіт жазасын Қазақстанда өтейді. Бұған жәрдемдескен сыбайластарының барлық көмекшілері бойынша жұмыс атқарылды. Олардың сыбайластары Түркістан қаласы, одан кейін Түркістан облысы аумағындағы және басқа да шетелдегі сыбайластардың барлығына бірлескен халықаралық дәрежедегі жұмыс атқарылып, оларға қатысты қажетті заңды және басқа да шаралар жүзеге асырылды. Тарғапас тәубесіне түсірді. Радикалды топтың қолжаулығы болған түсінген жігіт өкінеді. Бірақ барлығы кеш. Мен çünkü неме үшін дегенде мен өзім өз семьямды, өз ватанымды, өз жәннетте яшайатқан ватанымды таслап өзімді өлтіруші ой болған екен. Бірақ мен қатейінді түсініп жетті. Соның үшін мен өкінемін. Қазіргі жастарға тағы да айтамын, оны тыңдамаңыздар. Оларды тыңдаған адамдар Сирияға кетіп бара жатыр. Шірк жайлы тоқтатамыз деп адамдарға зарар бере жатты, адамдар өлтіріп жатыр. Қазір енді өзіме келдім. Мен семьямды сағынамын. Таслап кеткім келмейді, арғым келмейді. Олардың әчен гәбі өттірік екен. Шәйіт боласаң, барсаң ондай, апа-сіңлілеріміз қиналып жатыр деген әңгімелер бәрісі өттірік екен. Ислам адамды ізгілікке, мейірімге үндейді, зорлық-зомбылықты, қатыгездікті насихаттамай, сырттан сөйлеп, сана улайтындардың жалғыз көздегені бар. Ол елді ыдырату, діннің тұтастығы, елдің тұтастығы. Бұл бұлжымас қағида.